Адасқан ана соңғы бөлім. Адасқан ана өз қызын 12 жылдан кейін табуы. Авторы Айдана Ізтілеуова, оқыған Ақерке Сманова. Достар, мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Қызымды қолға алғалы өмірім түбегейлі өзгерді. Қанша жылғы ішкі мұңым жойылды. Қызым келгелі олардың ешқандай таршылық көрмеуін ойлап жұмыс жасай бастадым. Кезінде күйеуім мұғалімнің оқуын бекер оқытпапты. Мұғалім болып жүрсем де Инстаграм деген желіні үйреніп, зат сата бастадым. Мұның өзі біраз қаражат әкелді. Аллаға шүкір, барлығы да осы балаларымның несібесі. Кезінде әке-шешем бермеген тәрбиені, жылулықты маған күйеуім берді. Мен де балаларыма марқұм күйеуім берген тәрбие мен жылулықты беріп келемін. Тұңғышым қыз бала ғой. Өткен өмірімде сондай қателік жасағанымды, өзін амалсыз тастағанымды түсініп кешірді. Қызыммен подружка сияқты сырласамыз. 3 балам да бір-біріне өте бауырмал. Балаларым маған еш уақытта сен деп сөйлеген емес, сіз деген сөзді ғана айтады. Аллаға шүкір, осындай саналы ұрпақ сыйлаған Аллама алғысым шексіз. Бірде жұмысыма байланысты бұрын колледж оқыған қалаға бардым. Тағдырым Андреймен жолығуды жазды. Бірақ оған деген менде ешқандай сезім қалмаған. Ол мені көре салып бірге тамақтануға шақырды. Қалтасында көк тиыны жоқ. Адамгершілікке саланып, үнсіз шағын дәмханаға отырдық. Ол өзінің түрмеге түсіп, одан қалды ішімдікке құмар болғанын айтты. Үйленіпті, бірақ көп ұзамай ажырасқан. Өмірі анау айтқандай мәз емес. Мен өзімнің тек бақытты отбасы екенімді айттым да кетуге ыңғайландым. Ал ол болса, ішімдікке ақша тастап кетші деп жалынышты түрімен айтты. Оның бұл сөзіне мән бермей кете бардым. Ол кезде күйеуім марқұм болған. Күйеуім жоқ екенін айтқым келмеді. Ал әкем қазір жалғызбасты еркек. Інім болса неше мәрте үйленді. Інімнің мінезіне ешбіреуі шыдамай кетіп тынды. Одан қалаға жұмыс жасаймын деген інім азартный болып алды. Әкем мен әжеміз жиғанын інім картаға тігіп жоқ қылды. Әкемді көрші тұратын екінші әпкеміз жақында бөлек шыққанда қолына алды. Әріден әкемізді қолына алғысы келмеген. Қайынатасы дана кісі ғой. Келінін шақырып алып, қызым, қартайған әкеңді қолыңа ал, сенің туған әкең ғой, бәрін көріп біліп жүрсің, Алла алдында сауапқа қаласың деп менің әпкемді көндірген екен. Әйтпесе әпкем анамның өмірі үшін әкемді жек көретін. Десе де қартайғанда ғана кезіндегі қателігі үшін өзін кінәлайтын әкемнің жанарында мұңын көрген сайын мен де әкемді кешірдім. Арада қанша жыл өткен соң ғана әкем қазір ақсақалды ата болған. Бірде екінші әпкемнің үйінде, бірде менің үйімде екі ортада жүреді. Қыздан туған немерелеріне алаңдап өмірі өтіп жатыр. Ұлы емес, қыздары бағып отыр десем де болады. Ауылдағы үй қаңырап бос тұр. Әжем әлде қашан марқұм болды. Үлкен әпкемнің өмірі сол қалпы. 5 баласы бар. Баяғы анам сияқты робот. Мерекеде барып тұрамыз. Жылап көрісіп, жылап қайтамыз. Қайтейік енді. Сол күйеуінің айтқанынан шықпайды. Бәлкім мінезді болғанда әлде қашан күйеуінің де, енесінің де басына шығып, өз өмірін соншалықты төмендетпес еді. Бір анадан, бір әкеден туылсақ та, мінезіміз әртүрлі. Інім сол кеткеннен кеткен, жұмыс жасайды, тапқан ақшасын картаға салады. Бір жылдары үйіме келген. Не десем де бауырым ғой, кезінде қандай еді.
әттең азып тозып кеткен, әбден еркелік пен тоқшылықтан есірген бауырымның мынадай күйге жүруі жүрегімді ауыртты. Әбден азартқа салынған бауырым балаларының соткасын ұрлап кетті. Сол үшін де кешірмеймін деп айтсам ұят енді. Қанша жерден бауырым деп бір үйде тұрғым келсе де, одан қорқамын. Азартқа салынған, ішімдікке әуес. Мен қыз өсіріп отырған жалғызбасты анамын. Жамандық ойлағым келмейді ау, десе де бауырым адам болып өмір сүрсе де, адамгершілік құндылығы жоқ. Ақша үшін үйімді тонауға әзір. Менің қаншама жиып тергенімді бірақ күнде жоқ қылары анық. Сол үшін де туған бауырымды үйге келсе кіргізбейтін болдым. Бәлкім, біреулер кінәлар осы тірлігім үшін. Бұл менің ешкімге айта алмаған жан сырым, деп кейіпкер әңгімесін аяқтады. Кейіпкерімізге алдағы уақытта ұзақ өмір, баянды бақыт, қыздарының рахатын көруді тілейміз. Соңы